Алтын балта мен күміс балта. Корей халық ертегісі. Қызықты қазақша ертегілерді тыңдай отырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ерте заманда бір ауылда бір отыншы бала өмір сүріпті. Отыншы бала орманнан ағаш кесіп, үйіне әкеледі екен. Отыншы бала жарған ағашын сатып, нан, тамақ алып жейді екен. Бір күні отыншы бала өзенге жақын жерде отын шауып жүреді. Балтасын байқамай суға түсіріп алады. Енді қайттым, бүгін үйге ағаш апара алмайтын болдым. Әкем ұрсатын болды ғой деп жылай бастайды. Сол кезде су ішінен сақалы әппақ сиқыршата шыға келіп, «Ұлым, неге жылап отырсың?» деп сұрайды. «Жалғыз балтамды су ішіне түсіріп алдым» дейді. «Қазір мен тауып беремін, сен мені күт» деп сиқыршата су ішіне кіріп кетеді. 5 минут өткен соң бір алтын балта, бір күміс балта алып шығады. «Мынау сенің балтаңға?» деп сұрайды. «Жоқ, менің балтам емес» деп жауап береді бала. «Ал мынау ше?» деп екінші күміс балтаны көрсетеді. «Жоқ, менің балтам емес» дейді отыншы бала. Сиқыршы ата су ішіне қайта кіреді. Отыншы бала оны күтіп отырады. Ата қайта шығады, оған темір балтаны көрсетеді. «Иә, менің балтам» деп отыншы бала қуанып кетеді. Сиқыршы ата отыншыға «Сен өте адал, жақсы бала екенсің» деп темір балтамен бірге күміс балта және алтын балтаны да қоса сыйға береді. Сөйтіп атаның өзі жоқ болып кетеді. Отыншы бала үйіне қайтып келіп, ауылына барып көргеннің бәрін айтады. Бұны адал отыншы баланың көршісі естиді. Ол да отыншы болатын. «Менің де алтын балтам мен күміс балтам болады» деп қызғанады. Көрші отыншы бала сиқыршы ата шыққан өзенге қарай барады. Қызғаншақ отыншы жаман темір балтасын су ішіне лақтырып қалады. Сиқыршы шал шыға келеді. Ата одан сұрайды: «Сен неге келдің мұнда?» деп. Отыншы бала: «Балтамды су ішіне түсіріп алып едім. Ата, сол балтамды тауып беріңізші» деп өтірік айтады. Сиқыршы ата отыншыға: «Жақсы, іздеп тауып беремін, сен күт» дейді. 5 минут өткен соң сиқыршы ата 3 балтаны алып келеді. Алтын балта мен күміс балта және темір балта. Сиқыршы ата одан: «Сенің балтаң қайсысы? Айтшы» дейді. «Алтын балта менікі» деп қызғаншақ отыншы айтады. «Сен өтірік айттың» деп сиқыршы ата кетіп қалады. Сөйтіп отыншы бала балтасыз қалыпты. Соңы. Ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.